Сәлем достар, бүгін сіздерге тез арада дайындалатын компоттың рецептімен бөлісемін. Біздің каналға подписаться кнопкасын басып, лайк қойып және видеоға комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен осындай сухофрукталарды тазалап отырып жуып аламыз. Сосын осындай ыдысымызға салып, үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Енді біз дәміне қарай қант қосамыз. Жақсылап отырып бұны араластырып аламыз. Енді 15-20 минуттай қайнатамыз бұны жақсылап отырып. Дәл осы рецептпен жасаған болсаңыз, астына міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай дәл осылай қайнау керек. Міне біздің компотымыз дайын болып қалды. Енді бұны оттан ажыратып, суытып аламыз да осындай ыдысқа құйып ішетін боламыз. Өте дәмді шығады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз.